Самұрық қазына әл-ауқат қоры тобына кіретін компанияларды өндірісті трансформациялау бағдарламасы кешен түрде қолға алынуда. Бүгін мұнайлы өңірге келген қордың басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев Атырау мұнай өңдеу зауытында аталған бағдарламаның жүзеге асу барысын көрді. Зауыттың жарақтандыруынан өткізілген нысандарын аралап, жүзеге асырылып жатқан өндірістік стратегиялық жобаларымен танысты. Арыстанбек Кенженің бейнематериалына назар салайық. Трансформациялау компанияны басқаруда өндіріске тиімсіз профильдерді оңтайландыру дегенді білдіреді. Ал Атырау мұнай өңдеу зауыты бұл жаңалықты 2 жылдан бері жүйелі жүргізіп келеді. Атырауский нефтеперерабатывающий завод Атырау мұнай өңдеу зауытында 2400 адамды аутсорсингке шығарып, еңбек өнімділігін 50%-ға арттыруға мүмкіндік туды. Сөйтіп, компания бойынша 9 миллиард теңге үнемделді. Бүгінде зауытта мұнайды тереңдету өңдеу жобасы қарқынды жүруде. Мұнай өңдеу тереңдігі 63-85%-ға жеткен, сапалы өнімге сұраныс жоғары және экологиялық тұрғыдан залалсыз. Осы жоба біткеннен кейін тағы қосымша 12 жаңа технологиялық өндіріс іске қосылады. Сонымен бірге жоғарғы ақтаны бензиннің көлемі де сапасы да Европа стандарттарға сәйкес болады. Мұнайды терең өңдеу жобасы жыл соңында мәреге жетеді. Ол кезде зауыт жылына 1,5 миллион тонна жоғарғы ақтанды бензин шығарады. Оның сапасы халықаралық Еуро 4, Еуро 5 стандарттарына негізделген. Осылайша Қазақстан жанар-жағармайға деген тәуелділіктен арылады. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, қорытынды жаңалықтар, Атыраудан.